Қараңғысыз орманда түнеп шыққан қалың ел таң сазбере тағы да жолға шықты. Әлдеқандай жалпақ өзеннің арғы бетіне өткеннен кейін ұзақ жолдан титықтаған аракулар қоныс тебу мақсатымен лашықтар тұрғыза бастаған. Бірақ адам баласы аяғын баспаған бұл өлкеде шектей шұбатылған айдаһар мен аллигаторлардан басқа мақұлық кездескен жоқ. Үш адамды келген күні жылан шағып өлтірді. Балыққа, аңға кеткен еркектер бірнеше күн қатарынан құр қайтты. Аштық басталды. Шөптің тамырын талшық еткен аракулар шеттерінен көп болып ісіп кетті. Ақыры уайымнан құса болған жаралы көсем ай толысқан күні уышы бөлді де тайпаның қалған басшылары кеңес өткізіп, тіршілікке қолайсыз, қайырсыз жерден көшу керек деген байламға келді. Келесі күні лашықтарын өртеп, көсемнің сүйегін зембілге салып, қалың ел тағы да үдере көшті. Бұл бір тірі жанды тіршіліктен түңілдірген, дұшпанның басына тілемейтін өмірі естен кетпес бейнетті күндер еді. Бала шағасымен ұбап-шұбап, азып тозған аракулар тағы да бірнеше күн жол жүріп, әлдеқандай бейтаныс таудың етегінде тоқтады да, сол араға біржола қоныс тепті. Баспаналар тұрғызылды. Қаралы белдер бірнеше күнге созылып, көсемнің сүйегі жерленді. Күндер өтті. Күн өткен сайын жаңа қоныстың жайлы орын екені сезіле бастады.